Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік-экономикалық даму деп аталады. Яғни бұл алдыңғы өткен тақырыбымыздың екінші сабағы есептелінеді. Бүгінгі сабағымыздағы зерттеу сұрағымыз Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайы қалай өзгерді? Бұл сабақта біз қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдайтын боламыз. Тақырыбымызды толық түсіну мақсатында назарларыңызды экранда көрсетілетін бейнебаянға аударуларыңызды сұраймын. 2000 жылдары Қазақстанның әлеуметтік дамуының ерекшелігі неде болды? Жұмыссыздықпен күресте қандай шаралар жүзеге асырылды? Ауылды дамытуға мемлекет тарапынан қанша қаржы бөлінді? Жастарға мемлекет тарапынан қолдау көрсету қарастырылған ба? Осы сұрақтарға жауап берейік. 2000 жылдары Қазақстанның әлеуметтік дамуының ерекшелігі неде болды? Еліміздің алдына қойған басты мақсатының бірі адамдардың жақсы өмір сүруін іс жүзінде қамтамасыз ететін қоғам орнату. Әлеуметтік саясат 2001-2007 жылдары тұрақты экономикалық өсу барысында іске асты. Мемлекеттің ең басты мақсаты Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагерлеріне, зейнеткерлерге, көп балалы аналарға, толық емес отбасыларға, жағдайы төмен тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету болды. Экономиканың қарыштап өсуінің арқасында тұрғындардың зейнетақысы мен жалақыларының мөлшері артты. 2002 жылдан мемлекеттің атаулы әлеуметтік көмегі туралы заң енгізілді. Жұмыссыздықпен күресте қандай шаралар жүзеге асырылды? 2000-2002 жылдары жұмыссыздықты шешуге бағытталған кедейшілікпен және жұмыссыздықпен күрес бағдарламасы дайындалды. Сонымен қатар, әр жанұяда кем дегенде бір адам міндетті түрде жұмыспен қамтылуы керек деген мақсат болды. Әр өңір зерттеліп, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың картасы жасалып, 2000 жылдан бастап жоғарыда аталған тұрғындарға көмек ретінде 8,8 миллиард қаржы бөлінді. Ауылды дамытуға мемлекет тарапынан қанша қаржы бөлінді? Ауыл адамдарының қиындықтарын кешенді шешу үшін 2003-2005 жылдар ауыл жылдары болып жарияланды. 2002 жылы ауыл шаруашылығын қолдау, дамыту мақсатында мемлекеттік бюджеттен 30 миллиард теңге қаржы бөлінді. 2003 жылдан бастап ауыл шаруашылығын бюджеттік қаржыландыру елеулі түрде өсті. Атап айтсақ, 2003 жылы 40 миллиард теңге қаржы бөлініп, оның 30 миллиарды аграрлық кешенді дамытуға, 10 миллиарды ауылдың әлеуметтік мәселесіне, оның ішінде денсаулық сақтауға, білім беру салаларына, ауылды ауыз сумен қамтамасыз етуге жұмсалды. Ал 2004 жылы ауыл шаруашылығын дамытуға мемлекеттік бюджеттен 50 миллиард, 2005 жылы 55 миллиард теңге бөлінді. Жастарға мемлекет тарапынан қолдау көрсету қарастырылған ба? Мемлекет болашағы жастардың саны 2008 жылы 4,5 миллион, яғни халық құрамының 29,5%-ын құрады. Дарынды жастар болашақ бағдарламасы аясында шетелдерде білім алуда. 2019 жылы елімізде жастар жылы болып жарияланды. Мемлекетімізде бойында елге деген сүйіспеншілік, болашаққа деген үлкен сенім, күш жігер, жауапкершілігі мол, өте білімді, дарынды жастардың саны артуда. Жастар арасында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының жастар қанаты үлкен абыройға ие. Ал енді оқушылар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір біз халықтың денсаулығын жақсартуда қандай жұмыстар атқарылуда? Зейнеткерлердің зейнетке шығу жасы ұзартылды ма? Көп балалы отбасыларға қандай әлеуметтік көмек тағайындалған? Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мемлекетте қалай шешімін табуда деген сияқты сұрақтарға жауап беріп көрейік. Алдымен денсаулық саласындағы атқарылған жұмыстарға тоқталайық. 1991 жылдан бері денсаулық сақтау мекемелерінің 290 нысаны салынып, немесе қайта жөнделіп, оларға 100 миллиардтан астам қаржы жұмсалған. Халықтың денсаулығын сақтау және оның деңгейін көтеру мақсатында елбасы жарлығымен 2002 жыл денсаулық жылы деп жарияланды.
2007-2011 жылдардың аралығында 100 мектеп және 100 аурухана салу жобасы аясында елімізде 441 денсаулық сақтау нысандары салынды. 2020 жылдың 1 қаңтарында елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілді. Ал енді еліміздегі зейнеткерлікке байланысты қандай жаңалықтар болды дейтін болсақ, 1997 жылдың 20 маусымында Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заң қабылданды. Жаңа реформа бойынша зейнетке шығу жасы әйелдерге 58 жасқа, ерлер 60 жасқа ұзартылды. 1998 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң қабылданады. Осы заңға сәйкес республикалық негіздегі жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен қоры құрылып, зейнетақы көлемі жылдан жылға артып келеді. Зейнетке шығу жасы 2018 жылдың шілдесінен бастап әйелдерде 58,5 жас болса, 2027 жылдан бастап 63 жас болады. 2020 жылдың 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстанда зейнеткерлер саны 2.222.500 адамды құрайды екен. Ал енді көп балалы отбасыларға қандай көмектер көрсетіліп жатыр деген сұраққа жауап берейік. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 5 баланы дүниеге әкелген аналар көп балалы ана статусын иеленді. 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап көп балалы отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. 2010 жылдан бастап 6 баласы бар аналар күміс алқа, 7 баласы бар аналар алтын алқа иегерлері атанды. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету саласы қандай дәрежеде? 2002 жылы үй құрылысына 29,4 миллиард теңге инвестициялық қаржы жұмсалды. 2001 жылмен салыстырғанда 7,9% артты. 1.402.000 шаршы метрді қамтитын 11,2 пәтер қолданысқа берілді. 2004 жылғы елбасымыздың халыққа жолдауында республикадағы арзан үй құрылысын кеңейту, ұзақ мерзімге 9-10% ипотекалық несиелер беру және жинақтаушы тұрғын үй құрылысы банкілерінің көмегімен мүмкіндігі төмен отбасыларын тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жарияланып, қомақты жұмыс атқарылды. 2018 жылдың наурызында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысымен қазақстандықтардың жеңілдікпен баспаналы болуы мақсатында 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы қабылданды. Сонымен қатар нұрлы жер, бақытты отбасы, өз үйім сияқты қолжетімді баспана алуға арналған бағдарламалар да жүзеге асырылуда. Ал енді халықтың азық-түлік өнімдерін тұтыну деңгейіне келетін болсақ, сіздердің назарларыңызда диаграмма көрсетілген. Сол диаграммада бір айда адам басына килограмм есебімен тұтынатын тауарлар көрсетіледі. Оның ішінде халықтың көп тұтынатын тауарлары сүт өнімдері, нан өнімдері, одан кейін үшінші орында ет және ет өнімдері, көкөністер, жемістер және жұмыртқа өнімдері екен. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды толық түсінген болсақ, тапсырма орындауға кірісейік. Сіздердің назарларыңызда жылдар мен оқиғаларды сәйкестендіруге арналған тапсырма тұр. Бүгінгі тақырып бойынша сіздер бұл мәліметті алдыңыздар, енді іске сәт. Өте жақсы, балалар. Үй тапсырмасына қараймыз. Бірінші тапсырма 24-ші тақырып 100-25-130 беттерді оқу, мәтін және диаграммалармен жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырма қазіргі таңда пандемияға айналған COVID-19 вирусымен күресіп жатқан дәрігерлер туралы эссе жазамыз. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.
сау болыңыздар.